командалық әлем чемпионатының басты жұлдызы Пэнк Бо немесе Панк Бо. Стандартта, рапидте және блицте ешқандай рейтингісі жоқ, бірақ шахмат тақтасында қарсыластарын шайнамай жұтады. Енді келесі партияны сіздермен бірге тамашалайық. Біздің отандасымыз Мұхтар Айнақұлға қарсы ойнаған екен. Пэнк Бо және пілмен және атпен өте тамаша мат қойды. Бұл өте күрделі, қиын маттардың бірі. Себебі мен шахмат ойнағалы бері 34 жыл болды. 34 жылдың ішінде бірде-бір рет пілмен атпен мат қою жағдайы менде кездеспеді деп жатқан ғой. Бұл нәрсені естеріңізге сала кетейін. Матты не мына жерде қойға болады, не мысалы мына жерде қойға болады. Себебі пілдің түсіне байланысты. Егер де пілдің түсіне байланысты болатын болса, сен мына жақта не? Мына жақта сіздер мат қоя аласыздар. Енді Пэнк Бо немесе Панк Боның шығармашылығымен және техникасымен танысайық. G-дік, патша E4, ат F3, G4 шах, патша D5, патша E6, піл F5, ат патша F6, ат G5 және ат F7. Бұл жүрістердің ең басты мақсаты не? Қарсыласты қауіпсіз тордан шығару. Өйткені мына тор және мына тор әрине қаралар үшін қауіпсіз болып есептелінеді. Осы жерден шығару керек оны. Шығармасаңыздар, өйткені мат тағы да бір ескертемін. Мына пілге байланысты. Не мына жерде, не мына жерде ғана жүзеге асырылады. H7, патша ат E5, шах. Бұл енді W деген техниканың бір түрі. Бұлай патша E4, патша D6, шах, C5. Көрдіңіздер ме? Ат деген бірінші F7-ге барды, содан кейін E5-ге барды, содан кейін D7-ге барды және C5-ге барды. Бұл енді W техникасы деп аталады. Бұлай патша C5, патша B6, A6, C5, шах және мына жаққа барғаннан кейін соңғы жүріс былай әдемі мат қояды. Көрдіңіздер ме? Пэнк Бо. Тағы бір рет ескертемін, 8 партияның 8-інде ұтты, бірде-бір адаммен тең түскен жоқ және бір адамға да ұтылған жоқ.